Армысыздар YouTube арна көрермендері, бүгін бізде қонақта ауданымызда орналасқан елімізге белгілі университеттердің бірі Сүлеймен Демирел атындағы университеттің ректоры Дәуренжан Еркінұлы Гаипов. Бүгін біз сұхбатымызда осы университеттің жаңа ректоры Дәуренжан Еркінұлымен университеттегі және алдағы келе жатқан жаңа оқу жылындағы жаңалықтарды көрермендерге ұсынатын боламыз. Дәуренжан Еркінұлы, сұхбатымызға келіскеніңізге көп рахмет. Алдымен жаңадан қызметіңізбен құттықтаймын. Рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Алғашқы сұрағымыз, жалпы алдағы келе жатқан оқу жылына дайындық қалай? Бір атап айтарлықтай жаңалықтарыңыз бар ма? Жаңа оқу жылына дайындықтар қазір жүргізілуде. Қазір өздеріңіз білесіздер, эпидемиялық жағдай, соған қарамай мемлекеттік тарапынан да дәстүрлі оқуға көшу форматтары қарастырылуда. Ол үшін бүкіл санитарлық нормаларға жауап беру керек. Бізде сол бағытта дайындықтар жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек, осы жылы бізде бір кішігірім жаңалықтар бар. Ол жерде біз университеттің құрамында біліктілікті жетілдіру және инновация орталығын аштық осы жылы. Бұл біздің еліміздегі мектептердегі мұғалімдердің тапшылығына жауап беретін министрлік тарапынан қайта даярлау, немесе жарнама кіріс боковой ход деп аталады. Сол жағынан қысқа мерзімді 6 айлық мұғалімдерді даярлап мектептерге жетілдіру мақсатында сондай орталық ашылуда осы жылы. Оның ішінде жоғары оқу орындары, орта білім беретін мұғалімдерге арналған бағдарламалар ұсынылады. Рахмет. Енді сіз осы қызметке тағайындалмастан бұрын осы университеттің қабырғасында еңбек еткеніңізді білеміз. Пандемия басталғалы, шыны керек, мұғалімдерге де, оқушыларға да, студенттерге қиын тиген сөзсіз. Білім сапасы жағынан бір айырмашылықтар байқалды ма? Жоғарылау немесе төмендеу жағы сияқты студенттердің оқу үлгерімі қаншалықты көрсеткіште байқалды? Негізі кішігірім артықшылықтары да бар. Өйткені профессорлық оқытушылық құрамның жаңадан үйренген заттары болды. Әсіресе ақпараттық технология құралдарын меңгерді, қалай білім беру бағытында қалай қолдану керек екендігін. Ал студенттерге келетін болсақ, білімгерлер өз бетімен білім алу әдістерін үйренді. Бірақ дегенмен де бұл жерде жетіспеушілігі жалпы білім беру барысында білімгерлер болсын, оқытушылар болсын, жүзбе-жүз оқыған кезде ол жерде бізде социализация деп аталады. Сол әлеуметтік сондай бір өзі бір компоненті бар. Сол жағы көрініп тұрады. Өйткені білім алу саласында ол білімгердің санасында, есінде қалу мерзімі егер жүзбе-жүз оқыған кезде ұзақ мерзімде қалады. Сол жағынан осы компонент жетіспейді және жалпы бітірушілер немесе емтихандар кезінде сол жетіспеушіліктер байқалады. Өйткені жүзбе-жүз болмағаннан кейін кейбір нюанстар, кейбір мәселелер ескерілмей қалады. Сол үшін дәстүрлі формат негізі blended learning деп аталады, жаңа смешанное обучение ол керек. Сыныпта да немесе flipped classroom деп аталады. Студенттер өз бетімен де оқу керек, бірақ келгеннен кейін жаңа дискуссия жасау, талқылау, сол компоненттер маңызды. Енді университетке студенттер жан-жақтан келіп оқитын белгілі пандемия уақытында енді олар үйлеріне қайтарылды ғой. Интернетке деген қолжетімдіктің мүмкіндіктері қарастырылды ма? Әлде сондай бір қиыншылықтарға тап болған кездеріңіз болды ма? Әрине, ол қиыншылық елімізде бар, өкінішке орай, интернет мәселесі. Біз осы сұрақты шешу мақсатында менторлар деген сондай кісілер тағайындадық. Сол Қазақстанның түкпір-түкпіріне барып, облыс орталықтарына барып, әсіресе бірінші курсқа түскен білімгерлерге қолдау көрсету мақсатында және екінші, үшінші, төртінші курста қажеттілігі бар сондай студенттерді шақырып, сол жерде мекемелермен келісіп, үй тапсырмасын орындауға, интернетті пайдаланып білім алуға сондай қолдау көрсетілді өткен жылы. Енді дәстүрлі формат тақырыбына қайта оралсақ, өзіңіз білетіндей Қасым-Жомарт Кемелұлы жақында кеңес отырысында айтқан болатын. Егер оқытушылар жаппай вакцинациялаудан өткен жағдайда дәстүрлі формат оқу оралуы мүмкін. Сіздерде бұл жағы қалай? Оқытушылардың вакцинаға деген көзқарасы, студенттердің екпе алу процесі қалай жүріп жатыр сіздерде? Жалпы қызметкерлерге оқытушы профессорлық құрамы қатысты біз осында ұйымдастырылды, осы екпе салу жұмысы.
бір 60-70%-ға біздің қызметкерлер, оқытушы профессорлық құрам осы екпені алды. Қазір бізде белсенді түрде бүкіл қызметкерлерге және білімгерлерге осы екпені алу насихаттар жүргізілуде. Енді бір сұрақ, осы Қарасай ауданындағы түлектерге, мектеп бітіруші түлектерге бір жеңілдіктер қарастырыла ма сіздерде осы университетте білім алу үшін? Бізде бұл кезінде қарастырылған, Қарасай ауданының азаматтарына, сол білімгерлеріне сондай бір жеңілдіктер болған, бірақ біз қазіргі деңгейде оны кеңірек қарап отырмыз. Жалпы университеттердің негізгі 3 миссиясы бар. Ол біреу білім беру, екіншісі ғылыммен айналысып жаңалықтар шығару, үшіншісі қоғамға қызмет көрсету. Сол университет орналасқан қоғамға қызмет көрсету мақсатында біз осындағы Қарасай аудан мектептерімен жемісті жұмыс жасаудамыз. Ол оқытушыларына, мұғалімдеріне біліктілік жетілдіру, кәсіби біліктілік жетілдіру семинарлар ұйымдастырылуда, оларға қолдау болу мақсатында. Сол мектеп оқушыларына факультативтік клубтар ұйымдастырылуда. Университеттің жалпы осында қоғамы осындай қолдаулар болып жатыр, қазір әсіресе білім саласында. Бірақ алдағы уақытта басқа да салаларда құқықтық бағыт болуы мүмкін, IT бағыт болуы мүмкін, сол салада да осы айналадағы халыққа осындай ұсынылады. Ал университетке жаңадан түскен студенттерге бір нақты бір басымдық жоқ, е? Ол оқу ақысына байланысты, жатақханаға байланысты немесе басқа да бір факультативті курстар дегенде. Ол жалпы білім беру саласында сондай ұғым бар, және equity, equality деп аталады, ол тепе-теңдік деген. Сол үшін осындағы білімгерге де, Қазақстанның басқа бұрышынан келген білімгерлерге де біз тепе-теңдік жасауға тырысамыз. Ал бірақ университеттің өзінің несі ретінде, міндет ретінде осында орналасқан халыққа қолдау көрсету сол жағынан қарастырылған. Тағы бір сұрақ, білесіз, білім және ғылым министрі Аймағамбетов вакцина алу үрдісін насихаттау мақсатында жоғары оқу орындар арасында акциялар ұйымдастыруды тапсырған болатын міндеттеп. Яғни іс-шаралар, ол яғни жаңағы оқытушылар мен студенттердің денсаулығын қорғау үшін ғой, былайша айтқанда. Оған кейбір университеттер келісіп, қазір сондай ынталандыру дейді ғой, жеңілдіктерін қарастыруда. Сіздердің университеттеріңізде ондай іс-шаралар атқарылады ма? Біз оны өз кеңестерінде талқыладық, коллега бұны қалай жасаймыз деп. Бұл бір академиялық орда болғаннан кейін, және денсаулық мәселесі болғаннан кейін біз бұны көбірек материалдармен насихаттау арқылы, және біздің білімгерлер болсын, және қызметкерлеріміз болсын, саналы түрде өздері сол екпені алу жолын қарастырып, жанама жолдар біз қарастырған жоқпыз, бірақ саналы түрде өздері сол жасау керек екендігін, және де осында дәстүрлі түрде білім алу үшін тек қана екпесі бар, және ПЦР бар кісілер ғана осы территорияға кіре алады. Сол жағынан біз тек қана саналы түрде соны қабылдауға біз ықпал етуге тырыстық. Көбісі СДУ-ға түсуді армандайды, оқушылар енді түлектер ғой. Бұрын енді СДУ-дың абыройы басқа университеттен қарағанда енді бәсеңде болды. Оны жасыратын емес. Кейін осы 10 жылдықтың көлемінде СДУ-дың абыройы шынымен де әлемдік университеттен қатарлас деңгейлес болып келді. Одан кейін СДУ университетіне түсуді армандап, қазір барлығы ағылады осында. Бірақ грантқа деген сәттіліктің жетіспеуінен ақылы оқуға түсуге тура келеді. Сол студенттерге келешекте екінші курстан бастап грантқа түсу мүмкіндігі қаншалықты қарастырылып жатыр сіздерде? Бізде жалпы университеттің өзінің ынталандыру политикасы бар. Бұл біздің мектептегі бітіруші оқушыларға арналған олимпиадалар бар, SPT деп аталады. Соларға қатысып, жылда бізде республикада 10-12 мың бітіруші оқушылар қатысады. Солардың арасынан жоғары деңгей көрсеткендерге 100% грант жеңілдік, 50% жеңілдік, 30%, 15%-ға дейін сон жеңілдіктер қарастырылған. Оның сыртында және спорттық, әлеуметтік көрсеткіші бар, сондай республикалық, халықаралық дәрежеде алған оқушыларға да жеңілдіктер бар, олар оқуға түскеннен кейін. Оқу барысында өз бағдарламасы бойынша ең жоғары деңгей көрсеткен оқу үлгерімі жағынан студенттерге, білімгерлерге 50% жеңілдік бар. Сонымен қатар еліміздегі бүкіл мемлекеттік оқу орындарындағы грант оқитын немесе грантқа ауысатын
ереже бойынша бізде сол қарастырылған. Яғни жыл сайын кейбір гранттар босалады, бос орындар болады. Біз сол бос орындарға оқу үлгерімі жоғары, ақылы жүйеде оқитын білімгерлерді конкурс негізде сол грантпен оқуға ауыстырамыз. Ол бос орындар жаңағы студент басқа оқу орнына ауысқан жағдайда ма? Жоқ, біздің Қосымша жалпы республика деңгейінде босаған гранттар болады. Біз өзіміздің ақылы негізде оқитын үлгерімі жоғары студенттердің құжаттарын жинап, конкурс жасап, құжаттарды жібереміз. Министрлік тарапынан қарастырылып, шешімдерін бізге жібереді. демек сіздер сұраныс жасайсыздар Біз министрлікке? сұраныс жібереміз. Түсінікті. Енді бұл университеттің енді әлемдік деңгейдегі статусын білеміз ғой. Жалпы Қазақстан аумағында орналасқан жоғары оқу орындарымен айырмашылықтары қандай, бір атап айтарлықтай бір ерекше айырмашылықтары бар ма? Әрбір оқу орын өзінің айырмашылығы бар. Мәдениет жағынан, өзінің басымдылық жағынан. Біздің университетте атап айтатын болсақ, ағылшын тілінде беретін және мемлекеттік грантпен оқуға мүмкіндігі бар. Сол жағынан бұл оқушыларға жақсы мүмкіндік. Әдетте ағылшын тілінде оқытатын бағдарламалар көбінесе тек қана ақылы негізде оқытады көпшілік жерде, бірақ біз университет сол мемлекеттік грантпен ағылшын тілінде оқытатын сондай артықшылығы бар. Одан кейін бізде жалпы өздеріңіз білесіздер, бүкіл іс-қағаз жұмыстары қазақ тілінде жүргізіледі. Сол жағынан біздің университетке келген білімгерлер де, қызметкерлер де, оқытушылық құрамда қазақ тілін меңгеріп кетеді. Түсінікті. Қарасай ауданының тұрғындары осы университеттің маңайынан өтіп бара жатқанда шетелдік оқытушыларды қоғамдық көлікте көп байқап жатады. Жалпы осы шетелдік оқытушылардың саны қанша осы университетте? Қазақстандық оқытушылардың саны қанша? Оларда әлде бір баланс бар ма, тепе-теңдік? Негізі халықаралықтандыру үдерісі жүріп жатыр. Бүкіл Қазақстан вуздарда өзінің стандарттары бар. Жалпы оқытушылардың, студенттердің бөлігі шетелдік, немесе халықаралық 7-8% болу керек. Бізде сол 7-8%-ға тура келеді. Яғни студенттерімізден бір 200-ге жуық шетелдік студенттеріміз бар. Алыс шетелден, жақын шетелден. Оқытушылардың да саны сол бір 30-ға жетеді. Одан бөлек біздің жалпы оқытушылық құрамның 50%-нан жоғары шетелдік білім тәжірибе алып келген әріптестеріміз. Оларда біздің өзіміздің азамат болғанымен олардың халықаралық тәжірибелері бар. Сіздердің университеттеріңіздің түлектерінің жұмысқа орналасу процесі қалай жүзеге асады? Енді көбісі енді қазір байқаймыз ғой, енді қолда диплом бар, бірақ атқарып жүрген міндеттері басқа. Бірақ сіздердің түлектеріңіздің жұмысқа, қызметке орналасу жағы қалай қарастырылады? Далада қалып қалмай ма студенттеріңіз? Бізде жалпы университеттің құрамында түлектермен жұмыс жасау және карьер бөлімі жұмыс жасайды. Олар сол 2-ші, 3-ші, 4-ші курстан бастап работодательді жұмыс берушілерді осында шақырып, семинарлар ұйымдастырып, соны бір-бірімен кездестіріп, сонымен қатар біздің білімгерлерге қалай жұмысқа орналасу керек, интервьюге қалай дайындалу керек, одан кейін резюме қалай толтыру керек секілді сондай жұмыстар атқарылады. Одан бөлек бізде 4-ші курста факультеттерде бета-карьер, эду-карьер деген бағдарламалар бар. Бұл 3 жақты келісіммен жаңа жұмыс беруші, немесе біз айтайық, оны индустрия деп атаймыз, университет және студент білімгер арасында договор жасау арқылы, сол индустриядағы тапсырмаларды орындау арқылы, арнайы тапсырмалар осында 12-20 кредит ауыстыра алады. Перезачет деп аталады. Сол жасаған тапсырмалар алған бағаларын осында сол пәндерге баға ретінде қойылып, одан кейін бұл олардың негізгі потенциалын деп атады, сондай жұмыс беруші ретінде сол жұмыстарға орналаса алады. Бізде бұл айтқанда соңғы бітіретін 4-ші курстардың 3/2-сі осындай компанияларда, индустрияларда 4-ші курста бағаларын сол жұмыс берушілерден алады. Сондай қарастырылған. Одан бөлек біздің карьер және түлектермен жұмыс жасау департаменті белсенді жұмыс жасайды. Оларға ұсыныстар жіберіледі, қарастырылады. Қызыққан біздің білімгерлеріміз сол ұсыныстарды қарастырып, өздерінің өтініштерін білдіреді, сонда жұмысқа орналасады. Бізде жалпы
Қазақстанда мына соңғы пандемия қарамай 90%-ға жуық сондай біздің кері байланыс бойынша түлектеріміз жұмысқа орналасқан. Әрине, оның ішінде шетелге кететіндер бар, тұрмыс құрып кететіндер бар, магистратура, докторантураға түсетіндер бар. Ондай жағдайларда болып тұрады. Кері байланыс алу оңай емес, бірақ бізде атамекен палатасы да оны шығарып отырады. Біздің көрсеткіш қазірге жаман емес. Тәжірибе алмасу жағы қалай сіздерде жүзеге асырылады? Тек Қазақстанның аумағында ма, әлде шетелге де шығып? Бізде кезінде шетелге шығу бағдарламалары активно болатын, белсенді болатын. Бірақ қазір жағдайға қатысты көбірек біздің Қазақстанның ішінде бұл шетелде болатын бағдарламалар көбінесе жазғы мезгілде болатын. Жазғы демалыс кезінде сол шетелдің ұсыныстарын қарастырып, сол кәсіби тағылымдамадан стажировкадан өтіп келетін. Жақсы, Дәурен және Еркінұлы, сұхбатыңызға рахмет. Енді біздің білуімізше бұл университеттің қабырғасынан Бағдат Мусин министр түлегі, жақын енді естіп жатырмыз. Қуаныш Ерғалиев білім және ғылым вице-министрі болды. Сондай министрліктердің қатары көбейе берсін сіздердің мектеп түлектеріңіздің арасынан. Университеттің абыройы асқақтай берсін. Болашақтарыңызға жарқын сәттілік тілеймін. Рахмет.